Сәлем, достар. Сіздерде тістің сарғаю мәселесі болды ма? Бүгін біз бұл мәселеге не себеп болатынын және үй жағдайында қалай шешуге болатынын айтып береміз. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, пайдалы кеңестер алыңыздар. Бір бөлім: тістің сарғаюының негізгі себептері. Бір тамақтану және сусындар. Кофе, шай, газдалған сусындар, қызыл шарап және түрлі бояғыш заттар бар тағамдар тістің сарғаюына әкеледі. 2. Жеке гигиена. Тісті дұрыс тазаламау немесе жүйелі түрде тазаламау тіс бетінде дақтардың жиналуына себеп болады. 3. Шылым шегу. Темекі өнімдері құрамындағы шайыр тістерді сарғайтады. 4. Жас ерекшелігі. Жас ұлғайған сайын эмаль жұғарып, астындағы тең-тең көріне бастайды. 2 бөлім: үй жағдайында ағарту тәсілдері. 1. Ас содасы және лимон шырыны. 1 шай қасығы ас содасын лимон шырынымен араластырып, тісіңізді жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Бірақ бұл әдісті аптасына 1 реттен артық қолданбаңыз. 2. Сутегі асқын тотығы. Сутегі асқын тотығын сумен араластырып, аузыңызды шаюға болады. Бұл дақтарды кетіруге көмектеседі. 3. Кокос майы. Кокос майымен аузыңызды шайып, 10-15 минуттан кейін тісіңізді жуып көріңіз. Бұл әдіс табиғи және қауіпсіз. 4. Алма сірке суы. Суды алма сірке суымен араластырып, аузыңызды күніне 1 рет шайыңыз. 3 бөлім: алдын алу кеңестері. 1. Тісіңізді күніне 2 рет тазалаңыз. 2. Сапалы тіс пастасын қолданыңыз. 3. Тамақтан кейін ауызды таза сумен шайып тұрыңыз. 4. Дәрігерге жүйелі түрде көрініңіз. Қорытынды: тістің сары болуына көптеген факторлар әсер етеді, бірақ оны шешудің жолдары бар. Бүгінгі кеңестеріміз сізге пайдалы болды деп үміттенеміз. Егер сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырыңыз, лайк басып каналға жазылыңыз. Келесі видеоларда кездескенше.